Selam dostlar. Biz bugun mobildik qo'shimchaga arnalgan осындай тауарлардың карточкасын жасайтын боламыз. Ең бірінші біз сурет тұратын контейнерді жасаймыз, оған иконканы қосамыз, скидка флешкасын қосамыз, сосын текст жазамыз, сосын батырманы жасайтын боламыз. Және күйлері мен түрлерін жасайтын боламыз. Ең бірінші тауардың суреттерін алып, бұдан компонент сет жасаймыз. Енді тауарымыздың көшірмесін алып, бұны автолаyoutқа саламыз. Енді біздің суреттеріміздің бір-бірінің түрін ауыстыратын күйі бар ғой, біз соны наследовать етеміз, сол контейнерден. Бізде сонда сурет тұрған контейнерімізде сондай қабілет пайда болады. Енді осы контейнерімізді алып, тағы бір контейнерге саламыз. Бұл басты контейнердің бірі болып табылады. Иконкаларды, плашкаларды осының ішіне салатын боламыз. Енді алдыңғы контейнердің қабілетін наследовать етеміз. Міне сол кезде көшірмесінде біз тауардың түрін ауыстыра алатын боламыз. Енді жан-жағына 8 пиксельден 30 қойып, ішіндегі тауарды центрге қоямыз. Енді иконканы енгізетін боламыз. Оның өлшемі мен түсін өзгертеміз. Енді басылған нұсқасын жасап, бұдан компонент сет жасаймыз екеуінен. Енді осы жүрегімізді алып, контейнердің ішіне саламыз. Және бұған абсолют позициясын береміз. Сол кезде біз кез келген позицияда орналастыра аламыз. Енді науқан тұрған плашканы жасайтын боламыз. Одан кейін екі тіктөртбұрышты алып, оны бір-бірімен union арқылы біріктіреміз. Енді пайызды, санымызды және минусты алып, бірге бір контейнерге саламыз. Сосын барып, оны плашкамызбен бірге группа жасаймыз.
Endi komponentga aylantiramiz. Buni da absolyut pozitsiyasini berib o'rnalashtiramiz konteynerning ichiga. Endi tekstni dayondaydigan bo'lamiz. Endi tovarni atini avtolayoutga solib, bo'lgan fiksirованный eni men uzunligini fiksirованный qilib funksiyasini beramiz. Sonda bizde uzunligi men eni turaqli qalıpda bo'ladi. Endi астындагы описаниесин бул жерде литр менен өлчөмдер мен санды бөлөк-бөлөк аламыз да контейнерге саламыз. Сосын барып, товардын аты экөөүн бириктиремиз автолаyoutка. Endi uzunluk менен энине фиксированный маанин беребиз. Бизде сонда uzunluk менен ени эчтеңеге байланыштуу өзгөрмөйдү жана турактуу калпында калатын болот. Endi осыдан компонент жасайбыз. Endi осы текстин көчүрмөсүн апарып, биз контейнер турган көчүрмөсүн алып, экөөүн автолаyoutка бириктирип, арткы фонун бояп, радиусун өзгөртөбүз. Endi экөөүнүн арасына 16 пикселдик отступ беребиз. Endi батырмаларды жасайтын болобуз. Мен step 1ден баштап жатырмын. Сондуктан биринчи саныбызды алып, эки иконканы алып, бир автолаyoutка салабыз. Және онун фонун өзгөртүп, радиусун өзгөртүп, кнопка жасайтын болобуз. Және будан компонент жасайбыз. Одан кийин башка нускаларын жасайтын болобуз. Endi арасы менен жан жактагы отступтарын өзгөртүп чыгабыз.
Енді обычный нұсқасын жасаймыз, тек сан тұратын. Одан кейін науқандағы бағасын жасаймыз. Ол үшін екі текстімізді көшіріп алып, біреуін размерін өзгертеміз және оның түрін өзгертеміз. Одан кейін қалаған түсімізге бояп, оған сызық сызатын боламыз. Абсолют позиция арқылы. Енді екеуінің арасында отсыпты алып тастаймыз, сол кезде автоматтық күйде өзі отсыптарын қойып отыратын болады. Енді қалам арқылы сызық сызып, онан ішіне абсолют позициясын қосып орналастыратын боламыз. Сол кезде сызық біздің ескі бағаның үстінде болатын болады. Осымен батырмамыз дайын, және бұны карточканың ішіне орналастыратын боламыз. Енді сатылымда жоқ нұсқасын дайындайтын боламыз. Ол үшін суретіміз тұрған контейнерге барып, қара ала нұсқасын жасайтын боламыз. Ол үшін суретімізді басып, нұсқасын жасап, эффектіге кіріп, luminosity ма, сондай батырманы таңдап қоямыз. Сол кезде бізде қара ала суретіміз пайда болады. Енді батырманың тағы да бір нұсқасын жасаймыз, яғни басылмай тұрған күйін, немесе жай текстпен жазылып тұрған caption бар ғой, заголовок дей ма, сондай күйін жасайтын боламыз.
Енді карточканың соңғы түрін жасаймыз. Бұл науқандар баннері. Ол үшін керек емес компоненттерді алып тастаймыз, немесе скрыть етіп тастаймыз бәрін, және текст ғана қалдыратын боламыз. Енді мына сызық элементтер бар ғой, соларды қоятын боламыз. Бұл элементтер Figma комьюнитиінде дайын пакеттерде бар. Енді тағы да бір түрі бар. Ол батырма сияқты, яғни басқа түрлерін көру деген баннер карточканың түрі. Соны жасайтын боламыз. Ол үшін просто текст қалдырамыз, және иконканы қосамыз. Сонымен қатар әдемілік үшін сызықты салатын боламыз.
Міне осымен бізде дайын. Және сіздердің назарларыңызға көп рахмет. Және сұрақтарыңыз туындаса, маған пікірлер бөліміне жазып кетіңіз, мен бәріне жауап беретін боламын.